Қымбатты спортшылар, ең алдымен баршаңызды Париж Олимпиадасындағы жеңістеріңізбен құттықтаймын. Аламан басталған сәттен бәріміз бір ел, бір халық болып, спортшыларымызға қолдау көрсеттік. Сіздерге 20 миллион отандасымыз жанкүйер болып деп айтсақ, артық болмайды. Әрбір жеңіс зор ерік жігер мен қажырлы еңбектің жемісі. Мен Олимпиада чемпионы Елдос Сметовтың жеңісін ерекше атап өткім келеді. Ол байрақты бәсекенің алғашқы күндері Жақсылық Үшкемпировтың даңқты жолын жалғады. Ел тарихында тұңғыш рет дзюдодан Олимпиаданың алтын медалін алды. Елдос бауырым, сен Олимпиадаға аттанар алдында маған және барлық спорт жанкүйерлеріне бар күш-жігерімді жеңіске жету үшін жұмсаймын деп уәде бердің. Сөзінде тұрдың, нағыз жігітсің. Спорт мектебіндегі бапкерлердің біліктілігін арттыру өте маңызды міндет. Олимпиада резервін дайындайтын мектеп-интернаттар мен колледждерге жан-жақты қолдау көрсету керек. Мұндай оқу орындары барлық аймақта болу қажет. Алматыда жаңа олимпиадалық даярлық базасы салынды. Бұл біздің спортшыларымыздың жоғары деңгейде жаттығуына зор мүмкіндік береді.